Ey assalamualeykum bәріңізге ал, сәлемімді қабылдап алыңыздар. YouTube'дағы жамағат барсыздар ма, өлеңнің айдынына қоныңыздар. Онлайн айтыстың бір жақсысы, үйден сыртқа шықпай-ақ бабыңыз бар. Айқай менен пай-пайдың орнына Wi-Fi мен комментарий жазыңыздар. Тамағыңды жыртпайсың, ең бастысы пікір жазып үлгеріп қалыңыздар. Ей, шапалақтың орнына лайк басып, шын жүйрікті айырып таныңыздар. Ей, он саусақты соққанша бір-біріне бас бармақты көтере салыңыздар. Ей, салдар мен сері деген ел біздер ғой, танымасаң жігітті көргізмендей. Арқаның мақамы мен шығушы едім, сар желдіріп атымнан тер дүзгендей. Батыстың мақамы мен шықтым бүгін, демеңіздер жұртынан қол дүзгендей. Батысты да ендеше бір көрейін, біздікі намысты құр бергізбеу ғой. Ей, Махамбеттің сауытын киіп алып, Ақанның құлагерін желгізгендей. Ей, жағыма Жаппарийім берсетілді, жөн көрдім өнерімді көрсетуді. Негізі бұлай тұста ақтөбелік, әділмен айтысушем ер секілді. Әділ бауырым айтысқа шықпағасын, тереземіз болмады тең секілді. Ол орнына Нұрбекті жұптап берді, Нұрғанаттың шешімі сол секілді. Ей, әділ емес алдыма Нұрбек келіп, не қылайын өлеңнің берсе түрлі. Ей, билікте де осындай жағдай болған, кең дүниеде көрсетіп кемшетіңді. Ей, әділдік атаулыны ақырында нұрлар келіп құртты ғой сен секілді. Ақынның білесіздер, қаны жүр ғой, және де жаны жүр ғой. Абзал бауырымменен шығып қалдым, мен сені бір көргеннен таныдым ғой. Әділмен шықсам деген арманым дейді. Ақынның әрбір сөзі тағылым ғой. Абзал бауырым есіңде сақтай жүргін, соқсам деген батырға бәрібір қояйын. Оу, алдарыңда неліктен таңылайын, ендеше мен бастаймын бәрі дайын. Ассалаумағалейкум арда қазақ, алдарыңда өнеріммен танылайын. Қалайсың қарсыласым абзалағым, басында жүретұғын бағдайым. О ағайын, өздерің айттыңдаршы, бұл қаланы женейін бе неғылайын. Алдарыңда ендеше бір көсіліп, жарылқаушы болса екен яғыдайым. Ойнап ойлап кетейін алдарыңда, айдысым болғаннан соң онылайын Ал бісміллә сүрінбейін жырлар кезде, айтысқа аттың басын бұрған кезде. Елордаға арнайы айтыс жасап, дас жүйрікті біздердей шыңдар лезде.
Бұл айтыстың ұйымдастырушысы Нұрғанат қой. Несіне қиналамыз жүр бара кезде. Алдарыңа Нұрбек балаң келіп отыр. Ендеше сүйінші жылдам көзге. Нұрбектердің алдарыңда көзілсінші. Нұрлардың заманы болып тұрған кезде Оу! Абзалау кек қалдың ба алысуға? Сенің де хақың жоқ қой қалысуға. Мен сені қызық көріп отырмын ғой, мүмкін тиіп кетеді намысыңа. Жүйріктердің біреуі өзім едім. Абзалдың кетіп қалды сағысуға. Бейне бір төрт аяқты тасбақаны қосқандай тұлпарлардан жарысауай. Ай, демеймін сөзің сүйектен өтіп кеткен. Бұл Бәкірдің баласы бекіп кеткен. Нұрлардың заманы туып отыр дейсің. Дегендей, нұрлар келіп жетіп көктен, келген ғой деп жетіп көктен. Білмесеңіз тоқайып басқарады. Сол сөзіміз сүйектен өтіп кеткен. Ей, сен сияқты нұрлардың уақыты 2019-да өтіп кеткен. Ей, осы болды Нұрбекті елегенім. Өлеңімнің шумағын тең өремін. Тасбақа мен тұлпар кеп жарысқандай. Төгілді осылайша шер өлеңің. Ей, мың рахмет мені тұлпарға, ал өзіңді тасбақаға бауырым теңегенің. Сахнадан болса да бөлек мейлі, онылайын айтсу керек дейді. Заманауи ғылымды игермесең, заманнан қап кетесің дебекшейді. Осын айтқан Нұрғанат ағамыз ғой, Абзал оны топтан бөлек дейді. Не дегенмен дұрыс қой, онысы да көлденен көтерген жоқ көмес қойды. Заманның түлкі болса тазы боп шал деген сөзді құрбекер емес дейді. Ей, желкенді желге қарай ыңғайламай, кеменің бағытымен желеспейді. Ей, Нұрбек, бет ашатын батырсың ба, тойларда тақылдайтын ақынсың ба? Баянның бетке ұстар асабасың, карантинді уайымдап отырсың ба? Ей, тойларға заказдарды алып, ақшаларын қайтарып жатырсың ба? Ей, қаулысына ренжіп өкметтің де, өзіңді мерекеден шеттеттің бе? Ей, ой бақпай той бағатын асап едің, қой бағатын асаба боп кеттің бе? Ей, жағдайың мына сенің рас ауырақ. Жанарларың жатырма жасауырап.
Ей, жағдайың жалпы қалай болып жатыр? Шоумен әнші күйші не сағынады? Ей, мылжыңның сөйлемесе бас ауырады, тамада той көрмесе не сауырады? Абзалау сөзіңнен кеп жаңыласың. Нұрларды айтып өзіңше қамығасың. Мен саған қаланың атын Нұрғанат ағаны өзімді айттым. Ал сен болсаң басқа жайтқа бағынасың. Дәл сендей сөз ұқпастарды көрген кезде кешегі аталарды сағынасың. Атасынан баталған бала десең, аталы сөздің ұқпадың ғой, мағынасына абзалау хақың жоқ қой есіруге. Мен ақылды айтайын досын емес. Тойсыз қазір қалай жүріп жатырсың деп айтасың. Демеймін сәтіміз жоқ кешігуге. Асаба болсам бауырым айып боқпа. Менің де хақым жоқ қой көшіруге. Тойда жүрген қазаққа таңғалатын сендейлерді болама кешіруге. Қазақтың әрбір күні той емес пе, азаттығы тербелген бесігінде уай. Осылай өлең жырды өреміз ғой. Ол рас, тойға қарай сенеміз ғой. Тойсыз қазір қалай жүріп жатырсың деп айтасың. Не болса да бауырым көнеміз ғой. 15 жыл бойы тойсыз өмір сүрдім, әрі қарай өмір сүре береміз ғой. Алла бізге сабыр мен сынақ қосқан, айналдым абзал десем бірақ қостан. Елорданың туған күні құтты болсын. Оны халқым шынымен шыдап тосқан. Елорда қазағымның жүрегісің. Осындай бейбіт күнде жылап тосқан. Астанаға барып өзім тойлар едім. Бірақ өте алмаймын блокпостарына. Абзала өлең жырды өрген жоқсың. Демеймін мына маған сенген жоқсың. Ал бауырым сан шығарып шапшығане, бұл айтысқа түріңді көрсетуге келген жоқсың. Бауырым сен отырсың еріккендей, менімен айтысуға желіккендей. Абзалау бұрын мықты ақын едің, карантинді кеміткендей. Абыр-сабыр болып отырсың карантинде, 11-ден соң ұсталған көліктерде. Ау Нұрбек, ақ жол тайлап аттандың ба? Абзалмен айқасып шаттандың ба? Аталы сөзді ұқпадың деп ұрсасың. Абзалмен айтысып оқталдың да, 1-2 жыл айтысқа шығып едің, аталы сөз айтатын боқпалдың ба?
Qaranар қартайсегер белгедегі кең жайлау құласа ел кетеді. Көлікке бұл нөмір бұрынғы бабаларға көлік болған, қазанатқа теңесең нең кетеді ой. Ей, төре ұқсап келгенде термелегім, жебе ұқсап атылсын шерлі өлеңім. Нұр Сұлтанды су алып жатыр дейді, көмектің көрсеткенмен ең керегін. Вирустың да көкесі Елордада көбейтіп жатыр дейді кең көлемін. Әй, бірақ тым ол жаққа бармайыншы, маған да қажет емес терлегенім. Астананы тым қатты сынамайын, себебі онда зәулім үй көрмелерің. Ауыр-ауыр сөздерді көтермейді, атасының баласы ол дегенің ай. Ей, бұл Нұрбек айтысуға маман беді, көңілі абзалға алаң беді. Тоқайыптың соңғы сөзін оқысаңыз, жағдайы ел халықтың жаман деді. Әсіресе сен сынды асабаларға той емес ой қуатын заман деді. Бұл сөздерің көкейге қону керек, көңіліңде әрине қалу керек. Жарлығын елбасының оқымасаң, ал ақындар қалайша оңу керек. Жаңалығын ел жұрттың біліп жүрер, ақын деген зиялы болу керек ай. Кешегі бабаларға еріп тудым, абзалау домбыраңды серік қылдың. Аталы сөздің мағынасын ұғаттың, жасқа жеттің бе деп. Өзіңше сөздеріңді көрік қылдың. Аталы сөздің мағынасын ұқпасам мен, мәшһүрдің ұрпағы боп неғып тудым ай. Көңілің осындайда тола жатар, асабаға абзал жандала жатар. Сен ұсағын қаттырақ уайымдама, бұйырғаны бауырым тола жатар. Қазағым қара сөздің мергенісің, мергенісің, және де зергенісің. Елімізде небір жайттар болып жатыр біз шіркін, айналмайық шеңбер ішін. Дәрігерлерге бас иіп алғыс айтам біз үшін, төгіп жатқан терлер үшін. Ұстаздардың қадірін түсіндік қой, енді біздер көрелік төрленісін. Тәжбирусы тезірек кетсе екен, бөгет боп тұр біздерге өрлеу үшін. Ең бастысы қазағым аман болсын, қымбаттырақ боп саналады елмен үшін. Шенеуліктің айлығын беру керек, ұстаздар мен дәрігерлердің еңбек үшін ай. Мына бізге өктем боп па,
Сөздерің көкейіме жеткен жоқ па? Бұл айтыста жеңіліп жатқандайсың. Көңілі бұл Нұрбектің көктем боп па? Дәргерлерді еске ала бастадың ғой, қаңғысымын көтеріліп кеткен жоқ па вай? Нұрбек бауырым шырқасаң шекерсің ғой, демеймін абзалға бөтен ғой. Алапат ой айтайық ал ендеше, парасат екеумізге жетершін ғой. Кезегіңді берейін көп күттірмей, қамшыласам қар үзіп кетерсің ғой. Шаршы топты шаңдатып шапшы терем, желіге байланып тұр екенсің ғой ай. Бұл жалған басымыздан өтеді ғой. Арманына ақындар жетеді ғой. Қан қысымын көтеріліп отырма деп айтасың. Ойыңның абзал жанау бөтені ғой. Қазағымды ойласам әрине мен қан қысымым көтеріліп кетеді ғой ай. Ақынның табылса екен жазарымың, көмбірі ағытылсын шанағымның. Елорданың күні шіркін келіп жетті, қайнаған ортасында қазанымың. Астананы өзгерттік Нұр-Сұлтан деп, ол да біздер үшін шіркін таза ұғым. Нұр-Сұлтан бас қаласы қазағымның, Нұр-Сұлтан бас адамы қазағымның ай. Ау Нұрбек, қамыңды сен жеп отырсың. Астананы мақтаумен көп отырсың. Халқымды ойлағанда қаңғысымым көтеріліп кетеді деп отырсың. Болмайды мына сенен бөтен шерім. Бір түрлілеу сөздерің екен сенің. Рухым көтерілеме деп ойласам, қысымың көтерілеме екен сенің ай. Барлығымыз шырқалған ән болайық. Заңғар қосылған тау болайық. Жарты сағаттай айтысып кетіппіз ғой. Демеп едім екеуміз дау болайық. Осыменен айтысымыз аяқталды, ел аман жұрт тынышта бар болайық ай. Біз едік қарагерлер жарысатын, ешқашан түсірмеген құлатпаған намыс атын. Карантин аяқталып елімізде
кез келсін бәрімізге табысатын. Тікелей эфирде емес елмен, тікелей сахнада қауышатын ай. Аламанға кірсем мен аттандаймын. Бір тапсам шынымен мен тоқталмаймын. Рухың көтерілмейді деп айтасың. Мен керісінше бауырым аттандаймын. Рухымның көтергенін ел жұрт қайтып мына мен мақтанбаймын Оу, жырымыздан кетпес екен, мән қашанда. Опты сөздер айтайын, тоқталғанда. Я Аллам, я Алладан сұрайтыным, бірақ нәрсе қазағымды тек жаман жолға салма. Себебі қазақ едік, мұна біздер бәйге жесек келетін торға салдап. Той үстіне боз торғай жұмыртқалар, заманында менгенінен толғасам ба. Мәшекеңнің айтқаны келіп отыр, қате емес баба сөзін талғасам да. Той үстіне боз торғай жұмыртқалап, той үстінде жүрейік әрқашанда бай. Ай, бұл Нұрбек өлең сөзге желігіп тұр. Өлең деген еңкейсе төгіліп тұр. Екі сөзіңнің бірі той болды ғой, тойлар сағынғаның көрініп тұр.